Баршаңызға қайырлы күн достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен YouTube арнамда осындай жұмсақ, үлпілдеген, ең бастысы жұмыртқасыз пісіретін круассанның рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен достар, шұңғыл ыдысымызға 200 мг ыстық су құямыз және де 100 мг салқын сүт құйып, оның үстіне қант саламыз 10 грамм, жақсылап тұрып араластырып аламыз қасықпен. Одан келесі кезекте 7 грамм дрожжымызды салып, осылай шайқап кішкене араластырамыз. Бетін жауып 5 минутқа қоямыз. 5 минут өткен соң, көріп тұрсаңыздар, дрожж бізде көтеріліп, ашу процесі жүріп жатыр. Енді осының үстіне 3 грамм тұзымызды салып, жақсылап қасықпен араластырып аламыз. Достар, ендігі кезекте біздерде ұнымызды 2 бөліп осылай саламыз. Және де жақсылап араластырып, осылай үстіне 15 мг сұйық майымызды құйып, қолымызбен осылай араластырып, қамыр илейміз. Достар, дайын қамырымызды отлёшка ештеңеге қоймай, бірден осылай 6 бөлікке бөліп, жақсылап осылай ұнмен араластырып, тығыздап аламыз. Содан кейін барып 20-25 минутқа бетін пакетпен жауып, отлёшкаға қоямыз. Менде 20 минут өтті, осындай көтеріліп керемет болып қалды қамырларым. Енді осыларды оқтаумен, ұнмен илеп аламыз. Диаметрі 24-25 сантиметрдей қылып, әрбір қамырды илейміз. Достар, мен 6 қамырымды илеп алдым, міне осылай. Енді ерітілген майды әрбір қамырымыздың бетіне осылай жағып, бірін үстіне бірін қойып шығамыз. Достар, ең соңғы қамырды майламаймыз. Оны осылай кішкене созып, ең бірінші қойған қамырмен біріктіреміз жақсылап. Видеода көріп тұрғаныңыздай, мен осылай жан-жағын барлығын біріктіріп шықтым. Өйткені ортасындағы қамырлардың майлары шығып кетпес үшін. Енді жақсылап
жіңішке қылып елейміз осы қамырымызды. Бізде үлкен қамыр пайда болды. Достар, егер де мына сіздің круассаныңыз үлкен болсын десеңіз, осылай 4-ке бөліп, одан тағы 4-ке бөлесіз, 8, оны тағы да осылай бөлген кезде әрбіреуінен 16 штук үлкен круассан шығады. Егер де средний круассан жасағыңыз келсе, осы әрбір бөлінген бөлікті 3-ке бөлсеңіз, сізде 24 круассан шығады средний. Мен мына видеомда байқаған боларсыз, мен осы круассандарымды әртүрлі қылдым. Жартысын үлкен қылдырдым, жартысын средний қылдым. Және де ортасына начинка ештеңе салған жоқпын. Егер де сіз салғыңыз келсе, творог, варенье немесе сгущенка салуға болады. Егер де тәтті емес қылып жасағыңыз келсе, мен сияқты осылай ештеңе салмай жасауға болады. Міне осындай бізде де керемет круассандар шықты. Формасы да өзі де керемет болып тұр. Достар, мен дайын круассандарды осылай формаларға салып, кішкене 10 минутқа отлёшкаға қойып қойдым. Және де бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста 20-25 минут пісіріп алдым пеште. Достар, қараңыздар, менде осындай керемет круассан шықты. Идеальный дейді ғой. Керемет болып шықты, жұмсақ. Ортасы деген көріп тұрған боларсыздар. Үлпілдеген. Жасап көріңіздер. Тап осы рецептпен жасасаңыз, сіздерде мен сияқты круассан шығу керек. Достар, ас болсын. Мен болғандарыңызға көп рахмет. Егер де мен рецепттерім ұнаса, маған лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Мен барлық комментарийларды оқимын.